шығып айтуыңызға болады. Ерхан. Кеше сізбен кездесті ме? Кеше кездесті. Мен кеше Семейде азаматтарды қабылдаған. Сағат 4-тен бастап, кешке 9-ға дейін 5 сағатта 30-дан аса азамат келді. Сонда өзінде болдым. Осы Шар қаласының мәселесін айтты. Оның кейін қалған мәселені осы Шар қаласында кездесуге келгенде айтамын деп айтты. Біраз мәселелерді көтердіңіз. Ол қоғамдық облыстағы жалпы қоғамдық кеңеске әр аудан және шағын қалалардың өкілдерін енгізу мәселесі. Ол мәселені мен көтеремін. Тиісінше біз заңдарға ол туралы өзгерістерді енгіземіз. Тағы да осыған байланысты айтарым, қазір парламент мәжілісінде мына жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Осыған байланысты біз әкімдердің құзыретінде аудан, қала, шағын қалалардың, сонымен бірге мәслихат депутаттарының да мәселелерін қарастырып жатырмыз. Өйткені көп жерлерде айтып жатыр, есеп беру. Мәслихат депутаттары есеп берсе келіп, бізге мәселелерімізді көтерсе деген мәселелер айтылады. Осының бәрін заң арқылы реттеуді біз қазіргі кезде қолға аламыз. Ол заң жобасы мен төрағалық ететін экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінде, менің комитетім басты комитет болып есептелінеді. Осы заң жобасы бойынша сол арқылы біз бұл мәселелерді толық шешуге тырысамыз. Ондай мәселелер сөз сізде, айтыңыз.